sollten diese Reste schützen. У нас сегодня в гостях господин Илья Пампур, директор Казбиоконтроль. Мы в этой компании прошли сертификацию по органике. Илья, здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, что означает сертификация по органике? Добрый день, Жанар. Спасибо большое, что пригласили. Да, вы являетесь нашим клиентом, нашим дорогим клиентом. Мы очень рады, что мы с вами сотрудничаем и есть возможность продвигать производство наших отечественных биопрепаратов и средств защиты растений, да, в сельском хозяйстве. И данный сертификат, который мы уже повторно, второй год мы сотрудничаем, мы выдали, он означает, что ваша продукция, она подходит для органического сельского хозяйства, она является качественным, и производитель, который сертифицируется, который хочет произвести органическую продукцию, он может свободно и без запросов и без сомнений взять вашу продукцию, использовать, то есть ему не нужно получать какие-то дополнительные разрешения. Да, то есть это подтверждает и качество, и чистоту вашей продукции. И мы еще раз очень рады, что вы занимаетесь таким направлением и продвигаете наше отечественное производство. Еще раз, и очень рады сотрудничеству. Илья, спасибо. Вот наш новый сертификат, который Илья нам только что вручил. Это второй год мы уже у них сертифицируемся в компании Казбиоконтроль. Уважаемые фермеры, те, кто хочет заниматься органической земледелием и хотят произвести органическую продукцию, мы вас ждем. Пожалуйста, приходите, купите, возьмите и выращивайте органическую продукцию. Спасибо. Құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетінің профессоры, биология ғылымдарының докторы Науанова Айнаш Пахуашевна. Айнаш апа, қош келдіңіз. Енді қазіргі таңда сіздер болашақ маман тәрбиелейсіздер, жоғарғы білікті маман тәрбиелейсіздер. Өзіңіздің, менің білуімше, сіздің микробиологиялық, ауыл шаруашылық жағынан бактериялық препараттар жөнінде сіздің көптеген еңбектеріңіз бар. Ол жөнінде үлкен ғылыми жұмыстарыңыз бар. Енді сізге бір сұрақ қойғым келеді. Сіздер болашақ агрономдар, болашақ ауыл шаруашылық мамандарын дайындайсыздар ғой. Органикалық егіншілік, органикалық ауыл шаруашылық жөнінде сіздер қандай да бір шәкірттеріңізге мағлұматтар бересіздер ма? Рахмет, сұрағыңызға, сәлематсыздар ма? Әрине, біз соңғы жылдары осы елімізде органикалық өнімдерді өндіру жайлы заң шыққаннан бері біз органикалық егіншілік жағында өте көптеген ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз, және бізде осы органикалық егіншілік бойынша оқу бағдарламалары да бар. Менің өткен жылы 3 шәкіртім осы органикалық тыңайтқыштар және биопрепараттар дайындау бойынша докторлық диссертацияларын қорғады. Бұл бағыт қазіргі кезде өте өзекті, себебі соңғы жылдары адамдар әртүрлі ісік ауруларымен ауыруда, экологиялық жағдайлар күрт төмендеп кетті. Сонымен қатар біздің ең негізгі қаруымыз деп те айтуға болады, бұл топырақтың құнарлығы күрт төмен түсіп кетті. Оның органикалық заттары да мөлшері жылдан жылға төмендеп бара жатыр. Бұл органикалық жалпы топырақтың құнарлығын арттыру үшін міндетті түрде топыраққа биологиялық тыңайтқыштар, биопрепараттар, органикалық тыңайтқыштар енгізу керек. Сондықтан да бұл мәселені біз ең бірінші жолға қойып отырмыз. Әрине, біз өзіміздің дәрістерімізде, зертханалық сабақтарымызда биопрепараттарды жасау, ондағы топырақтың құнарлығы үшін микроорганизмдердің алатын рөлі жайлы көптеген мағлұматтар беріп жүреміз. Айнаш Пахуашевна, енді биологиялық, соның ішінде микробиологиялық препараттар туралы дәріс беріп жатыр екенсіздер. Енді біздің микробиология, вирусология ғылыми өндірістік орталығы
ғалымдарының шығарған өнімдері туралы хабарыңыз бар ма? Әрине, мен әрбір өзімнің лекциямда осы микробиология және вирусология институтының жаңалықтарымен, олардың жетістіктерімен студенттерді таныстырамын. Соның ішінде Амангелді Құрбанович Саданов ағамыздың жасаған еңбектерімен де жете таныс менің студенттерім. Олардың көбісі Елизавет Акт сериясымен, соның ішінде барлық қандай микроорганизмдер кіреді және әрбір өсімдік үшін, әрбір бұршақ өсімдік үшін жеке биопрепараттар жасағанымызды білеміз. Сол биопрепараттар жайлы мен өзімнің дәрісімде бірінші лекциямда және түйнек бактерияларымен таныстырған кезде осы Елизавет Аксты биопрепаратын жайлы мағлұмат береміз. Оларды қалай қолдану керек, оларды қолданғанда қаншалықты өнімді арттыруға болады. Бұл жерде біз қоршаған ортаны, минералдық тыңайтқыштарды көп мөлшерде қорғауда, химияны қолданудан құтқаруымызға болады, топырақтың тазалығын сақтауымызға болады, биологиялық препараттарды қолдану арқылы. Және биология, енді бұл химия емес, биологиялық препараттарды қолданған сайын біздің топырағымыздың барлық биологиялық процесстер күшейеді біріншіден, екіншіден өсімдіктің қоректенуіне жақсы жағдай жасалады. Әрине, сіздің Айнаш Бақбашевна еңбегіңізге табыс тілейміз. Білікті де білгір болашақ мамандарды тәрбиелеу берулеріңізге сәттілік тілейміз. Енді ұстазының қасында отырып, мен де осы жағдайды пайдаланып, ұстазымыз осы микробиология вирусология ғылыми өндіріс орталығының бас директоры Амангелді Құрбанұлы ағамыздың мынандай жетістіктерін айта кетпеске болмайды. Мен нақты сеніммен айта аламын, қазіргі таңда ғылымнан өндіріске шыққан бірден бір ғалым болса, ол Амангелді ағамыз. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 2 мәрте ғылым және техника саласының лауреаты, құрмет және парасат ордендерінің иегері, биология ғылымдарының докторы, академик Амангелді Құрбанұлы Саданов ағамызға ол кісімен мақтануға тұрарлықтай біз мақтан етеміз. Және де сол кісінің жолын барлығымызға бере берсін дейміз. Сәттілік сізге.